Sancar үйіне анасының тойына әр түрлі гүлдерді әкеліп қояды. Гүлдер алуан түрлі көптеген гүлдер бар екен. Терезе ашық тұрады. Терезеден бір ара келіп, гүлдердің ішіне ара келіп, оларды тозаңдандыра бастайды. Оны Санжар байқап қалып, араны қуа бастайды. Бірақ Санжар араны ашуландырып алады. Ара Санжардың өзін қуалап кетеді. Санжар бір-біріне қашып бара жатқанда табалдырыққа аяғын ауыртып, құлап аяғын ауыртып алады. Сол кезде Санжар телефонын көріп, телефонына жүгіре бастайды. Телефонынан жаңа ойын іздейді. Ол Play Market'тен ақылды ара дейтін ойынды тауып алады. Ақылды араның телефоннан бір ара. Сосын ара Санжарды әр түрлі бал шығаратын жерлермен таныстырады. Санжар бәрін үйренеді. Сол кезде ойынның шартын ара айтады. Бұл жерде әр түрлі ұпайларды жинауымыз керек. Біз 1000-нан астам ұпай жинасақ, онда біздің ойын аяқталады. Сосын сенің жеңімпаз боласың дейді. Гүлдерді тозаңдандыра бастап, тағы 500 ұпай жинайды. Сосын ол 1000 ұпай жинаған соң, ара билеуі керек дейді. Гүлдер өлең айтады, ал біз билейміз дейді. Сол кезде ара дейтін, давай биле дейді. Сол кезде Санжар бұл біртүрлі екен дейді. Біртүрлі емес, сен биле деп айтады ара. Жақсы деп Санжар билей бастайды. Билеген кезде гүлдер не береді бізге, ұпай береді ме деп айтады Санжар. Сол кезде ара айтады, біздің ұпайымызды алатын, жаңа ұпайлардың жерге барады. Сол кезде ұпайлардың барлық балын араларға беріп, ұпайларын алып, көріп, қарап отырады. Санжар, саған рахмет, біздің осымен ойынымыз тәмам болды дейді. Ас бөлмеден анасының Санжар деген дауысы шығады. Санжар жүгіріп барады. Ойын аяқталды.